Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сарымсақ және ірімшік қосылған нан дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті құрам ол ұн, қант, тұз, ашытқы, жылы су және зәйтүн майы керек болады. Ең алдымен суға ашытқымызды, қантымызды салып, араластырып, бетін жауып кішкене 15 минутқа қойып қоямыз. Біздің ашытқымыз кішкене көтерілу қажет. Мінекей осындай болып көтеріледі. Енді осыған тұз саламыз, араластырып ұнымызды саламыз. Ұнның граммы менде төменде описаниеда тұр. Ол жаңа граммнан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін, себебі ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Негізі біздің қамырымыз ондай тугой болмайды, липкий дейді, қолға жабысатын, сондай болу қажет. Араластырамыз, мінекей осындай бізде қамыр шығады. Осының үстіне бір қасық, аз қасық зәйтүн майын құйып, тағы да араластырамыз. Лопаткамен ыңғайлырақ, себебі қамырымыз қолға жабысқақ болады. Бізде осындай қамыр шықты. Енді оны бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз, көтерілуі қажет. Қамырымыз осылай көтерілді. Енді пергаментке астына ұн сеуіп, кішкене жаңағы көтерілген қамырымызды салып, нанның формасын келтіреміз. Қамырымыз жабысқақ болғандықтан оны ұнмен жаңағы қолыңызды ұнда отырсаңыздар болады. Осындай формасын келтірдік. Енді осының бетін тағы да жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тағы да кішкене көтерілу қажет. Мінекей енді оны 200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Бізге салмасына сары май, паприка, тұз, сарымсақ және күштен өткізілген ірімшік қажет болады. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Алдын ала шығарып қойыңыздар. Осының үстіне біздер жаңағы паприка мен тұзды саламыз және 2 сарымсақ күштен өткізілген және жаңағы күштен өткізілген ірімшігімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай бізде салма шықты. Біздің нанымыз да дайын болды. Кішкене ғана суытып, осылай ортасынан қақ бөлеміз. Нанымыз осындай болып шығады. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ болады. Салмамызды екеуіне жететіндей қылып, теңдей бөліп, аккуратно жағып шығамыз. Осыны тағы да 200 градусқа 5-7 минут духовкада ұстаймыз. Біздің нандар дайын болды. Өте дәмді, иісі деген бұрқырап тұрады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алда көп рецепттер болады. Сол үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.